Саламатсыздар ма? Бүгін музыкалық аспапты құрастыру тақырыбында домбыраның макетін жасауды үйренеміз. Мінекей, мынандай домбыраның макетін жасаймыз. Ол үшін біздерге қайшы, канцелярский пышақ, сызғыш, карандаш, ыстық желім, А4 ақ қағаз және де ең бастысы дәстүрлі емес материалдар, тұрмыстық қалдықтық заттар, картон қағаздан көп қолданатын боламыз. Жұмысты бастамастан алдын қауіпсіздік ережелерін мұқият сақтаймыз. Мынандай канцелярский пышақ, қайшыларды қолданғанда өте абай боламыз. Пышақтың жүзін жоғары қаратып қоймаймыз, бір-бірімізге қаратып ойнамаймыз. Өте абай болуымыз керек. Адам бір жерімізді жарақаттап алмауымыз керек. Адамның денсаулығы бірінші кезекте. Енді А4 ақ қағаз керек болады деген себебім, осындай А4 ақ қағазға домбыраның мынандай бетін, шанақтарын барлығын пішіп, осындай қылып сызып кесіп аламыз. Мен алдын ала дайындап қойдым. Домбыраның беті, мінекей мынау шанақтары. Жазып көрсетіп қойдым. Шеткі шанақ үстіңнен қарағанда оң жақ, үстінен қарағанда сол жақ, мынау ортаңғы шанақ. Шеткі шанақтан екеу қылып кесіп аламыз. Мынандай екі жағына да жүреді. Ортаңғы шанақ, үстіңгі шанақ, сол жағы оң жағы. Осыған қарап сіздерге ақ қағазға пішіп алсаңыз болады. Осыны картон қағаздың үстіне қойып, сызып алып, картон қағаздан осындай қылып кесіп алып, ары қарай домбыраны құрастырамыз. Мінекей картон қағаздың үстіне жаңағы ішіндегі қойып алдық. Осылардың бәрін картон қағазға сызып, сосын сызық бойлап кесіп аламыз. Мінекей домбыраның бетін, шанақтарын картон қағаздан кесіп алдық, дайындап. Енді бұның сап жақтары ол оңай, қиын емес. Мінекей мынандай сызғыштың еніндей болса болады. Оны кесіп артынан көрсетеміз. Енді осы домбыраның бетіне мына шанақтардың бәрін құрастырып жабыстыруымыз керек. Осы жерде бір айта кететін зат, мына жерде қазір мына аралықты өлшеп аламыз. Мына шетінен кішкене 3-4 мм орын қалдырамыз. Картон қағаз өтіп кету үшін осы жерде бір маңызды жасайтын зат бар, қазір сіздерге көрсететін боламыз. Мінекей осы аралықты өлшеп аламыз. 16 см екен, одан кішкене. Мына жағынан 3-4 мм, мына жағынан 3-4 мм орын қалдырамыз. Онда 15 см болады. 15-15,5 см. Екі жағынан картон қағазға орын қалдырдық. Енді осыны осы аралыққа сызып алып, жаңа 15,5 см-ді осының дәл ортасын анықтап, циркулмен домалатып, жарты домалақтың жартысын сызып, соны кесіп аламыз. Мінекей мынандай домалақтың жартысын кесіп алдық. Осы мінекей бетінің ортасына енінен сызып алып, жаңа жерге осылай тікесіне ыстық клеймен, ыстық желіммен жабыстырамыз. Екі жағынан да мінекей орын қалды. 3-4 мм картон айналып, шанақтары өтіп кету үшін. Осымен міне сызық бойлап жабыстырамыз. Желімнің көмегімен. Қауіпсіздік ережесін өте мұқият сақтаймыз. Тұмауымыз керек. Бір жерімізді жарақаттап алмауға әрекет етуіміз керек. Осылай жабыстырамыз. Екі жағынан жазылдасын. Екі жағынан кішкене ашық бастапын. Ол өте маңызды. Әдемі шынайы домбыраны жасағанда да осылай жасайды. Жабыстырдық. Енді шанақтар осыны айналып жабысады. Және осыған да жабысады. Бұл жоғары қарай көтерілмеуіне де, төменге де басылып кетпеуіне өте үлкен көмек береді. Екінші шанақ осы жағынан, ортасы, шеті әр осыған жабысады. Енді шанақтарды мынаған жабыстырып құрастырып бастаймыз. Енді мына шанақтарды бұған жабыстыру үшін, осы картон қағазды екеуге келу үшін, біздің екеумізге барымызға келу үшін, бастан аяғына осылай картон қағазды жұмсап аламыз. Олай қарай да жұмсатамыз келу үшін. Барлық шанақтарды осылай істеп аламыз жабыстыратын кезде. Мінекей. Енді шанақтарды мынаған құрастырамыз. Шанақтарын жабыстырып бастаймыз. Бірінші мына ортасын үлелеп алып, оны мына ортадағы жаңағы домалаққа жабыстырамыз. Ең бірінші осыдан бастаймыз. Онда шанақтардың екі жағына апару оңай болады.
екі шанақты екі жағына жабыстырып алдық. Мына ортасын, енді мына шеттерін жабыстырамыз. Осы жерде тағы айта кететін жайт, осы мына жабыстырып, мына басында, мына жағы да келіп бірігу үшін осы жерде мына кусок кесіп алып жабыстырып кетеміз. Артына да, алдына да мінекей осындай кішкентай картон қиылысын. Осыған жаңағы шанақтардың бәсінің бастарының бәрі осыған барып бірігу үшін. Екі шетінен ашық қалдырамыз мінекей. Осылардың бәрі осыған мінекей бәрі келіп, бәрі жақтан келіп осыған бірігу үшін. Артына да сондай жабыстырып кетеміз. Бұның да шанақтың ат жақтары келіп осыған жабысады. Енді жабыстырып алдық. Енді шанақтарды